баршаңызға, сіздермен бірге UAU TV. Біз ендігі шығарылымдарымызда университет жанынан ашылған су жаңа нысандарды таныстыратын боламыз. Бүгін технопарк. Ал технопаркке қош келдіңіздер. Жалпы технопарктың мақсаты студенттеріміздің идеялары мен жобаларын арнайы жүзеге асыруға арналған шеберхана. Бұл технопарктың бірінші қабатында электроника, робототехника, тігін, сурет үйірмелері, 3D зоналар, неше түрлі шеберхана кабинеттері бар. Қазір сіздермен бірге көретін боламыз. Ал бұл бізде дәліз. Дәлізде ресепшн, аяулым. Ендеше кеттік. Бұл бізде электроника кабинеті. Бұл кабинетте электроника негіздерін студенттерімізге оқытады. Бұл жерде бізде берекет. Сіз қазір не істеп жатсыз? Жалпы осы кабинет туралы бір нақты айтып кете аласыз ба? Не үйретеді, қалай жұмыс жасайсыздар деген сияқты? Әрине айтып кете алайын. Бұл жерде мен қазір платаға дәнекерлеп жатырмын. Өзімнің практикалық жұмысымды жасап жатырмын деп айтсам болады. Мына жақта студенттерге біз электроникалық негізгі бойынша оқытамыз. Мысалы, оның ішінде оң заңы, токтың кернеулігі, кедергі сияқты негізгі ұғымдарды түсіндіреміз. Және де біздегі микроконтроллермен жұмыс жасаймыз. Яғни ол Arduinoның бастапқы бөлігі деп айтуға болады. Және студенттер бұл жерде тек өзінің мамандығына сәйкес жұмыс жасайтын болады. Өте керемет, жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Келесі кезекте робототехника кабинеті. Жаңағы айтып кеткеніміздей, біздің студенттеріміз сабақтан бөлек бос уақытында осы жерге келіп жұмыс жасаса болады. Соның бірі екінші курс студенті Ыршан. Ал осы кабинет сенің жаныңа жақын деп ойлаймыз. Өзің түсіндіріп кетсең. Саламатсыздар ма? Менің есімім Ыршан. Бұл технопарктегі робототехника шеберханасы. Мен осы жерде жетекшімін. Біз осы шеберханада 3D принтерлерді қолданамыз, яғни өзіміздің жобаларымыздың корпустарын жасауға. Және де біз осындай платалармен жұмыс жасаймыз. Бұл бізде микроконтроллер және одноплатный компьютер. Осыларды программалаймыз, бұларға цеп жинаймыз, яғни біз жобалар жасаймыз. Автоматтандыру немесе роботтар деген сияқты. Ал Ыршан, қазіргі кезде сенің жасап жатқан жобаларың бар ма? Қазір жасап жатқан жобам бар. Көрсетейік, қандай жоба екен. Жалпы бұл бізде футбол ойнайтын робот. Получается, мына жерде шасси бар. Осы шасси барлығы 3D принтерден жасалған, то есть көк пластиктан. Сосын бізде мынандай мейнборд бар. Осы управление жасайды моторларды. Және де одноплатный компьютер бар. Мына жақта видеопотокты көрсек, бізге осылай видеопоток таратып тұр. Мына видео сонда мынадан келіп тұр ма? Мына веб камерадан алады. Получается, ол деген компьютер вижу основасында жұмыс жасайды. Компьютерное зрение, либо компьютерлік көру. Және роботқа үйретеміз да, доп қандай болатынын, және доптың артынан қуып, сол воротаға гол салу. Мақсат сондай алгоритм. Өте керемет, Ыршан, рахмет. Сенің шабытың ашылып, әртүрлі идеялар, жобалар қорғауыңа сәттілік тілейміз. Рахмет. Өздеріңіз білетіндей, біздің Қазақстанда қазір осы робототехника өте жақсы дамуда. Сондықтан біздің университетімізге студенттерімізді қолдап осындай кабинеттер ашып жатқанына үлкен алғыс білдіреміз. Ал ендеше біз келесі кабинетке көшейік. Бұл бізде 3D зона, яғни әртүрлі материалдарға гравировка жасалынатын болады. Бұл жерде ең соңғы үлгідегі техника аппараттармен жабдықталған. Бұл жердің шебері ғалым, ал бізге өзіңдің керемет жұмыс орның туралы түсіндіріп кетсең. Бұл біздің шеберханамыз. Осындай станогымыз бар. Бұл плоттерный станок. Бұл пленка кеседі. Түрлі қызыл, сары, любой нәрседен кесіп бере алады. Және де бір программасымен кеспеген кезде біз әрбір жағынан қатты мән беріп қараймыз. Әрбір талыс шинасынан біз осы программа арқылы өзінің глубинасына кесіп бере алады. Мінекей көріп отырсыздар. Жақсы, түсінікті. Ал келесі, ал бұл? Ал бұл бізде бұл пенопласт кесетін станогымыз. Ол әр сыммен қатты күйдіртіп, әртүрлі жалпы мүсіндер жасай алады. Түрлі. Осыны сіздер осы жерге келгенде жасағансыздар, иә? Өте керемет. Бұл жаңа жылға. Бұл жаңа жылға жасалған нәрсе. Жасалған.
осы аппарат, осы бәрі осы зат кесіп бере алады. Пенопласттан жасалған. Мінекей, көріп отырсыңдар, бәрін түсіңдер. Өте керемет. Ал бұл жерде бұл бізде лазерный станогымыз. Бұл фанера кеседі, және де түрлі материалды кесіп бере алады. Қазірге бізде программаны қосып берсек, қазір бір Илон Масктың суретін жасап бере алады қазіргі. Яғни лазермен осы ағашты лазер арқылы кесіп, сурет шығарып береді. Бұл сурет шығарып бере алады. Өте керемет. Өте керемет. Ал бұл не? Бұл жаңа жылға арналған нәрсеміз, 2025 деген санымыз. Бұл ПВХ деген материал, бұл фрезерный станоктан кесілген. Сізге көрсетіп жіберейін, қалай кесілген. Келесі кабинетте, я онда? Бұл келесі кабинетімізде. Бұл сонда, мына шананы сіздер осымен жасадыңыздар? Бұл шананы тоже фрезерный станогымыз кескен. Размерімен. Мынау жанатын сияқты, я? Бұл жанат, бұл светодиод деген материал. Әр түрлі светпен жанып береді. Керемет. Ал жаңағы фрезерный станок бұл? Бұл кеседі, бұл ағаш кеседі, темір кеседі, және де түрлі материал кеседі. Мен естіп қалдым, бұл тасты да кеседі, да? Тасқа да гравировка жасайды ма? Бұл таста жасап бере алады. Өте керемет. Мына үлкен станогымыз, мына соның кіші станогы. Және де бұдан жазу, ою кесуге де болады. Осы ПВХ деген материал сол жаңа жылға арналған дәл осы материалын біз кестік. Өте керемет. Керемет сіздің бұл техникалармен жұмыстарыңыз өте керемет екен. Рахмет сізге. Біз қазір сіздермен бірге баспаханадамыз. Жасұлан ағай. Бұл университет баспаханасы, бұл жерде барлық баспаның түрлері бар бізде. Кәдімгі визиткадан, брошюрадан бастап, үлкен баннер, стенд жасайтын, табличка жасайтын аппараттарымыз бар. Соңғы үлгідегі аппараттарымыз келді, как раз. Осы жерде көрсеңіздер болады. Журналдар, блокноттар, барлық продукция бізде шығады осылардың барлығы. Мына жерде біздің аппараттарымыз қазір қосылып тұр. Баннер, және университеттің барлық коридорларын әсемдеп, өрнектеуге арналған материалдармен біз осы аппараттармен шығарамыз да, жабыстырамыз. Яғни университетіміздегі әрбір қабырғасындағы осындай керемет дизайндар осы жерде шығарылады екен. Бұл тігін лабораториясы. Бұл жерде студенттерімізге тігін үйірмесі өтеді. Жетекшісі Баян ханым. Вау, Баян ханым, керемет туынды жасап жатқан сияқтысыз ғой. Қош келдіңіздер. Бұл біздің тігін лабораториясы. Бұл жерде студенттерге барлық қол өнерге арналған жабдықтармен жабдықталған көріп тұрсыздар. Қазіргі таңда бізде жоспар бойынша студенттер келіп тегін қол өнер үйрене алады, және жылдың соңында сертификат беріледі. Универ артынан. Қазір және іштегі болатын барлық шараларға біз өзіміз осындай киімдерді, этностиль, қазіргі қазақтың жаңа этностильдерін басқаша туындыда шығарып, сонда қолданудамыз. Киімдер сіздер жасаған? Бұл киімдер өзіміздің универімізден шыққан, ер балаларға арналған қазіргі ұлттық жаңа стильдегі деп айтсақ та болады, қазақша киімдер. Өте керемет. Барлық студенттер шақырамыз, есігіміз ашық, қол өнер үйірмесі бұйырса сіздерді күтеді. Ал енді сіз бізге осы тігін аппараттарыңызбен таныстырсаңыз, маған өте қызық болып тұр. Бұл жерде бұлар осы аппараттар не істейді? Бұл бізде тігін аппараты, вышивание деп аталады. Бұл жерде біз барлық осындай киімдерге қараңыздар, өзіміздің универіміздің жаңа бренді десем де мен қателеспеймін, брендін шығара аламыз. Кез келген бас киім, кәдімгі ешқандай суреті жоқ киімдерге өзіміздің универіміздің символымен атын жазып, осындай көптеген кепкалармен. Яғни мәрч дайындайтын болып тұрсыздар ғой, бұл сол аппарат. Және кілем осындай кожадан тігілетін сумкалар болса да, былғары деп айтылады ғой, солар тігетін тігін машиналарымыз да бар, және қол өнердің кішігірім машиналары да бар. Және ертең наурызға міне дайындап жатырмыз тағы бір қыздарымызға. Сіздерден наурызға дайындық басталып кетті. Наурызға дайындық басталып кетті. Өте керемет.
Рахмет сізге, сәттілік, неше түрлі керемет идеялармен шабыттана беріңіз. Қазір сіздермен жиһаз кабинетіне келіп қалдық, ал бұнда жұмыс қызу үстінде. Ағай, саламатсыз ба? Жұмысыңызға кедергі келтірсем, кешіріңіз. Ал сіздің бұл кереметтей жұмыс орныңыз, кабинетіңізге бізге кішкене шолу жасап таныстырып кетсеңіз. Давай. Қазір сіз не істеп жатсыз, ағай? Қазір мен жаңағы неге специальный кабинет бар, архив, как по секрету, соған ячейка. Телефон келген адамға телефон салып қоятын. Коридорда тұрып, ауызы жабылады, құлыпталады. И сосын кабинетке кіретін. Соны специальный телефон қою үшін ячейка жасау керек. Соның ағашын кесіп жатыр еді. Ал таныстырып кетсеңіз. Бұл сонда бізде ағаш кесетін станок, Станок мебельный резко, да? Любой размерде, любой қалыңдықта кеседі. Керекті детальдарды кеседі. Сосын кесіп болғасын. Мына станок кромкооблицовыч дейді. Мына станокта міне мебельдің қапталын облицовка жасайды былай. Түсінікті. Он был красивее. Основной осымен осыны основной біздер аудиторияның партасы бар, скамейкалер бар, там коридорда скамейкалер бар, специальный мебельный вариантпен жасалған. Солар сынса, солар жөндейміз. Как бы реставрация. Түсінікті. Сол үшін керек бұл станоктардың бәрі де. Солай. Рахмет сізге, және де бұл жерге студенттер келіп жұмыс жасауға болады, Обязательно. Жұмыс жасауға, үйренуге, даже үйретеміз, да, если надо будет. Не хочет, заставим, не знает, научим дейді ғой. Дұрыс, керемет. Ісіңізге сәттілік тілеймін. Біз сізді көп мазаламай қояйық, иә? Пожалуйста, мен жасайын жұмысын. Әрине болады. Ал бұл жиһаз шеберханасынан көрші металл шеберханасы. Бұл жерде бізде Нұржан мырза шебері. Ал Нұржан мырза, сіздің де шеберханаңызға келіп қалдық. Бізге жұмысыңызды таныстырсаңыз. Мұнда ЧПУ аппараты, мұнда лазерлік кесу арқылы, ауамен қысыммен, қатты қысыммен кесу арқылы темірдің әртүрлі қалыңдықтағы темірлерді әртүрлі кескінге келтіріп, ою өрнекпен кеседі. Кез келген ою өрнекті. Дайын болған ою өрнектерді мұнда дәнекерлеу бөлмесінде арқылы жасалады. Бұл ою өрнектерді сіз, мен білуімше, мына неге саласыз да, сонда компьютерден өзінің программасына кез келген үлгіде кесуге болады осы өрнектерді. Жақсы, ал? Мұнда дәнекерлеу бөлмесі бар. Бізде дайын болған ою өрнектерді осында әртүрлі пішінде келтіріп, темір өрнектерді бір-біріне дәнекерлейді. Бұл жерде студенттер де келе ала ма? Студенттер әрине келеді. Әртүрлі курста болады. Сіз өзіңіз үйретесіз, иә? Мен өзім үйретемін. Өте керемет, өте жақсы. Ал қазіргі таңда сіздер бір жасап жатқан, жалпы жасаған жұмыстар жасап тұрсыз ғой, да? Әрине, ондайлар бар. Мұнда сварканың әртүрлі стек дейді ғой, стектің. Темір электродты қалай құю керек, соны үйретеміз ең бірінші. Ең маңыздысы сол, мұнда дәнекерлеудің. Келген студенттер осында үйренеді. Жарайды. Жақсы, түсінікті. Сізге рахмет бізге түсіндіріп кеткеніңізге. Университет қабырғасындағы әрбір суреттер мен мүсіндерді әдемі бейнелеген Сағынбай ағайға, яғни арт студияға келдік. Сәлеметсіз бе, ағай? Сәлеметсіз Файдана, қалайсыз, қош келдіңіз. Жақсы, өте кереметпін. Ал сіздің де осы арт студияңызға келіп қалдық. Өзіңіздің жұмыстарыңызбен таныстырып кетсеңіз, байқасам, бұлар студенттердің сіздің жұмыстарыңыз сияқты, иә? Біздің университетіміздің арт студиясына қош келдіңіздер. Бейнелеу үйірмесі. Бұл жерде студенттеріміз келіп сурет салудың қыр-сырларын үйренеді. Бұл жерде әртүрлі жанрларда сурет саламыз. Мысалы айтатын болсақ, натюрморт, пейзаж, портрет деген сияқты. Сосын әртүрлі бояулармен
майлы бояу, акрил, акварель деген сияқты. Яғни сіз өзіңіз бәрін үйретесіз, қалай қолдану керек. Сондай бұдан басқа және гипстен де жұмыс жасаймыз. Мүсіндер жасаймыз, барельеф, сондай әртүрлі, сондай жаңағыда қазір современный стильдегі суреттер жасалады. Келіп үйренемін десеңдер болады. Сіздің қазір үйірмеңізде қанша студенттер бар? Енді шамамен где-то 50-60-тай бар. Олар қол тиген кезде келеді, сабақтан тыс, конечно. Келіп сенбі күндері болады, мысалы кешке дейін сияқты. Өте жақсы, өте жақсы. Мен де сурет салғым келеді, бірақ енді икем жоқ, бірақ менің сіз үйретеді деп ойлаймын. Әрине, мысалға әр адам кезінде сурет салған болады. Мысалға кішкентай кезінде, мектеп кезінде деген дейді. Сол енді қалып қойған болғандығын, соны қайттан ары қарай дамытуға үлкен мүмкіндіктеріміз бар. Қызметкерлер де келуге болады. Әрине, өзіміздің студенттерден тыс қалаушылар келуге болады, өзіміздің қызметкерлер, жұмыстан тыс, әрине. Болды? Жасыласыз келерді. Жақсы, рахмет. Сіздермен біз бірінші қабаттағы шеберхана турын жаңа аяқтадық. Алда әлі екінші қабат бар, бізбен бірге болыңыздар. Екінші қабат IT саласы бойынша жұмыс жасайды, ал мына көптеген компьютерлер не үшін тұр десеңіздер, жақында біздің университетіміз 01 Edu атты IT мектепке қосылған болатын. Жалпы осы 01 Edu IT мектебі әлем бойынша өте танымал, ал Қазақстан бойынша осы мектепке қосылған жалғыз университеттің қатарындамыз. Қысқаша сіздерге осы мектеп туралы мағлұмат айтып кетсем, peer-to-peer методикасы бойынша оқыту болады. Яғни бұл дегеніміз ешқандай да мұғалім сабақ бермейді. 100% практика, яғни студенттердің өздері бірге отырып, осы компьютерлермен жобалар жасайтын болады. Және де бұл оқу 2 этаптан тұратын тесттен өту арқылы 2 жыл осы жерде оқиды, ал осы 2 жыл болғаннан кейін бітірген туралы сертификат беріп, оқу бойынша осы маманы болып жұмыс жасауға болады. Ал осы екінші қабат көбінесе жаңа айтқан коворкинг орталықтары, кабинеттері, idea room және Huawei студенттеріне арналған оқыту кабинеттері және де VR кабинеттермен жабдықталған. Маған өте осы екінші этаждағы қызық болған кабинеттердің бірі VR Lab. Бірге көрейік. Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіздер ме? Сабақ жүріп жатқан сияқты бұл жерде. Иә. Ал осы кабинетте кімдер келе алады кабинетке және қандай оқу барыстары өтеді? Жалпы былай айта кетсек, бұл біздің технопарктағы ең соңғы технологиялармен жабдықталған VR алаңымыз. Бұл жерде бізде 4 компьютерлар және де 4 телевизорлар және де бізде қазіргі VR очки последний MetaQuest 3-менен мысалға міне студентіміз өтіп жатыр. Мысалға бұл жерде біздің студенттеріміз өздерінің оқу барысына сәйкес практикалық тұрғыда осындай курстарды өте алады. Мысалға қазір береке студентіміз биология бойынша адамның ішкі құрылысын курсын өтіп жатыр. Яғни осы анатомия сияқты тағы да қандай? Мысалға технологиялық қауіпсіздік. Өте керемет. Маған да қызық болып тұр, мен де қарасам болады ма? Давайте әрине. Бұл сонда қазір ішкі құрылыста адамның қазір қай жерінде келатыр? Өкпе? Мәс. Вау, керемет. Күшті екен. Өте керемет екен. Күшті. Өз көзіңмен көрген вообще бөлек екен. Бұл VR-мен сабақ өтетін студенттің енді барлығын біліп, күшті үйреніп алатынына сенеміз. Бұл митинг рум аты айтып тұрғандай жиналыс залы. Бұл жерде соңғы үлгідегі экрандармен, дыбыс аппараттармен жабдықталған. Атап айтсақ, осы алдыңғы осы технопарк ашылу кезде ғылыми кеңес өткен болатын және де осы алдыңғы апта университетіміздің президентінің қоғамға есеп беруі өтті.
шолуымыз аяқталды. Технопарк студенттерімізді дамытуға, оқу практикасын жақсартуға көмектеседі деген үміттеміз. Келесі шығарында кездескенше.